мынадай A4 форматтағы суретті, A4 форматтағы суретті былай A3 форматқа қалай бөліп шығарамыз? Егер A3 форматыңыз принтеріңіз жоқ болса, дәл осылай A4 форматқа екіге бөліп шығаруға болады. Мынау бір детальді мен қазір екіге бөліп шығарамын. Бұл A4 форматта сақталған. Осыны екіге бөліп шығару үшін суретті былай барынша ашпаймыз. Былай ашқан кезде біз бөліп шығара алмаймыз. Ашпаймыз, жауып тастаймыз. Міне осылай кішкентай болып тұрады файл түрде. Осы жерден сразу мышканы оң жағын басқан кезде міне печать деп шығады. Осы печать деп шыққан кезде міне астында параметр деген бар. Осы жерге басасыздар, мына жерде свойства принтер деген бар. И осы жерде міне бізде болады многостраничность деген бар. Многостраничность осы жерде біз плакат 2:1 дегенді бассақ, қараңыздар, міне ортасынан бөлінді. 2-ге бөліп шығарып береді. Егер сіз одан да үлкен етіп шығарам дейтін болсаңыз, 2:2 дейсіз. Міне 4-ге бөлінді. Одан да үлкен шығарам дейтін болсаңыз, міне 3:3 десеңіз, қараңыздар. Жәндегі плакатымызды біздің 9-ға бөліп шығарып береді. Сол кезде үлкен размерде шығады, соны шыққаннан кейін сіздер скотчпен жабыстырып немесе ламинаттап бір-біріне жалғап қоя берсеңіз болады. Мен қазір мына жерде 2:1 деп басамын. Міне 2-ге бөлініп тұр. Окей деп жіберемін. Міне. И осыдан кейін печать деп басамын.